Технология дамыған заманда әлеуметтік желілердің өмірімізде алатын орны орасан. Дәл осы желілер арқылы табыс тауып жатқандар да қаншама. Бұл мамандар көпшілік арасында блогерлер деп танылған. Өз кәсібін желі арқылы жетілдіріп жатқандар да бар. Ал енді келесі бір тарап халықтың бос уақытынан ақша жасап жүр. Бұл қалай десеңіз? Сол желідегі қаралым саны қомақты ақша алып келеді. Дайындаған бейнелері көрермен назарына аудару үшін ар шеңберінен шығып жатады. Бұрындары қыз бен жігіт ел алдында қол ұстасса, халықтың қатаң сыңына ұшырайтын. Бүгінде олар камера алдында шешінуден һәм аймаласудан еш қымсынбайды. Бар ойлағаны желіде қаралым санының көптігі. Хайп. Кейбір жігіттер қазақ қызын Халық арасында танымалдылыққа қол жеткізудің төте жолы. Хайп жолында шектен шығып жатқандар қаншама. Бір жасаған хайпты екіншісі әшкерелеп, өздеріне үлкен аудитория жинағысы келеді. Блогерлердің дені жастар. Тиісінше көрермендері де жастар мен жасөспірімдер. Олар сүйікті блогерлері секілді видеоларды түсіруге тырысады. Видеоға бір сәт көз салсаңыз, дарақылық, арзан ойын күлкі, орынсыз ыржаң. Бейнелердің басым көпшілігі ер жігіттердің оғаш әрекеттерінен тұрады. Олардың бұл әрекеттердің ұят екенін біле тұра, жеңіл атаққа қызығып, осы тектес видеоларды көптеп түсіруінде.